Второе видео, друзья. Вот. Бізде неге ажырасу көп елде, иә? Бірінші орынға шықсақ, екінші орындамыз екенбіз. Бірінші орынға шықсақ та, мне кажется, лучше бірінші орынға шығайық, чем әйелдер жылағанша ше. Бірінші, бізде қызда күйеуге шығуға итермелейді. Шық та шық, ойбай бәрі шығып кетті, сен ғана қалдың деп ше. Сосын еркекті сен адам қылып аласың деп айтады да. Әйтеуір тиіп алшы соны адам қыласың деп. Адам өзгермейді ғой. Адам қылмайсың сен оны. Тем более еркекті. Что еще? Надо встать, что-то я полтора часа сидела. Ой, мама, извиняюсь. Долго. Что еще там? Енді болатындар бар, болмайтындар көп та просто. Бала туа алмай қаласың деп айтады, иә? Жас кезде туып ал, кейін туа алмай қалсаң деп сөйтеді. Ол негатив шақыру. Сосын кейін еркек табылмай қаласың, өйткені еркек аз деп айтады. Сосын ол да бред вообще. Так, сосын не? Кто тебя возьмет деп айтады, иә? Қартайып қаласың или бірдеңке. Тоже тупизм, короче. Мысалы, как маған айтқан еді ғой, 60 жастағы шалға тие сал деп ше. Сосын немене? Кішкентай кезімізден біз самооценкамызды түсіреді қыздардың ше. Ойбай, сен қонақсың, сен кету керексің, бірдеңке деп ше. Не деп түсіреді тағы да? Нельзя хотеть, нельзя мечтать, сондай. Тағы да қалай? Бала туышты, ребенок абуза. Баламен қайтып келсе, сен абуза, короче. Потом что? Еще гонка, соревнования. Қағазға жазып боламын ғой. Соревнования, кто вышел удачно, и вечное сравнение бауырлардың арасында ше, или там туысқандар арасында. Жаңағы жақсы жерге шықса, вот сол адам, ана жаман жерге шығып қалған қыз, нашар жағдай, ол адам емес, короче. Нет права на ошибку. Ой, ажырасуға қайтып келуге не жоқ. Как құқық жоқ. И өлсең де шыда деген бізде. Сосын не? Мына видеоны вообще жазуға адвокат бар ғой, Әділет хан деген бар. Соның видеосы әсер етті маған. Алдында Мөлдір Мұқанның несін көрдім, Тұрсынбек Қабатовпен ажырасқан ше. Алдында мен бұрын оның алдында, интервьюдің алдында біреуге ол сұхбат берді. Сол кезде жылаған кезде мен сенбедім де, неменеге жылап жатыр деп. Сосын дошло до меня, что она реально там плохо ей ше. Сосын ойладым, ойбу, қандай күшті еді деп. Сосын осы адвокат Әділет ханның red flag деген сөзге жылым келеді ше. Не именно ол red flag вообще, ол қызыл жалау ғой, иә, аудармасы. Бірақ сол ағылшынша сөздерді алып тастаса деймін де, подкаст бәрінде сол ше. Red flag деген ол тоқтататын белгі қазақша, дұрыс па? То есть стоп жасайтын нәрсе, иә. Мына сөздер айтқан кезде или әрекеттеріне алған кезде тоқтайтын нәрсе. Бірақ сол red flag емес, қазақша айту керек соны. Сосын бұл адвокат айтады да, коучтер кінәлі, иә, жаңағы өсек көп бірдеңе дейді да. Коуч емес қой мәселе. Мен оған жазған комментарийсіне, мынандай қылып жазып жүргенмін, короче. Просто женщина перестала молчать и стала говорить, что ей плохо. Yeah? А когда женщине плохо, в миру плохо. И мир движется, чтобы женщина была счастлива, и мир был счастлив. Да? То есть әйел эгоист емес қой. Ол бәрі үшін не алады, сол үшін жаны ашиды, сосын жүрегінің несін не алады, шығарады. И екінші орын ажырасу. Ну и что? Значит, вот столько молчали, қанша қызды ажырасып жатыр, қанша
тастап кетіп жатыр, иә, 5 баланы. Қаншасы инвалид болып қалып жатыр, алып қашып кетеді да, жарты жас қыз инвалид болады, потому что бьет он. Этот там курит, бьет, изменяет. И жап-жас қызды қанша Қызылордада көрген инстаграмдан. И все, и еркектер еще полицияға барса, еркек жақтап, дело закрывается, не рассматривается даже. Редко кому удается хорошего адвоката найти и за себя защитить женщину, правильно? Или там уходит 2 года, чтобы защитить себя, там это. Алименты то же самое. Что еще он говорит? Заң еркекке қарсы дейді. Опека над ребенком только әйел анаға қалады дейді, иә? Еркекке қалмайды дейді. Заң дұрыс емес дейді. Біріншіден, ер бала, қыз бала туылса да, ол еркектің жағын, ұрпағын жалғастырады, иә? Бір. Екіншіден, өскен кезде ол бәрі өзінің тегін іздейді, иә, бала? Ол 2003 болсыншы, бірінші әйел көтереді, еркек ұрық береді, иә, если грубо. И 9 ай көтереді, токсикоз болады, үлкен болып ісіп кетеді, вес набирает, ол вес кейін кетпейді, әрең дегенде кетеді. Сосын баланы емізеді, и после этого она не имеет права оставить своего ребенка. Это же тупизм. Сосын тәрбие, ұлдың сепарация, ревность мамы, мальчика. Иә, ұлды жаңағы Құдай тәрбиелеу дұрыс емес, иә. Сосын жаңағы сепарация вовремя болу керек, бала тез кету керек үйден, бөлек тұру керек. Сосын мамасы ревновать етіп қою керек. Ревновать почему? Потому что көп әйелдер жалғыз басты, сосын барып еркек таппайды да, нормально өзінің ұл баласымен еркек сияқты қарым-қатынас жасайды, өзіне байқалмайды ол. Соны дер кезінде тоқтау керек. И өзі ажыраса екінші рет күйеуге шығуды, немесе жақсы жаңағы ер азамат тауып сонымен бақытты болуға тырысу керек та, баласын жайына қалдыру. Сосын баласы үйленген кезде мазасын алмай, қайта-қайта хабарласа бермей, арасын ұрыстыртпау керек. Сол кезде ажырасу болмайды. Деньги там еще отправляет сын маме или там семье. То же самое. Тасып барасыздар ма, сол кезде беру керек. А так жоқ. Пока сами вот на ноги не станут. Что еще там писал? Мужчинам не нравится, что жизнь заговорила, мы молчали, женщина умирает. Жаңа айттым, иә. Сосын оңтүстікте қыз мал, действительно, иә, адам емес вообще. Жаңағыдай ғой, мен оның алдыңғы видеоны салсам, аман есен соны көресіздер да, мен сол мал болғанмын, сол өзім. Поэтому точно айта аламын қалай екенін. Мен Астанаға көшкен кезде, только сол кезде білдім. Қатын деп айтады біріншіден, ужасно, еркелетіп сөйлейді дейді, атасының басы вообще. Немене тағы да? Еркекті бай деп айтады, иә? Байға тидің ба деп, ол да жоқ, қатындар айтайықшы, әйелдерде. Сосын немене? Боқтап сөйлейтіндер, иә? Жаңағы өз үйінде қыз керек емес, барған жерінде де керек емес. Сонда кім керек? Ешкімге керек емес. Өледі да қалады, или там это самое. А что больше делать? А в итоге там қыздар өзінің төркінінде бәрін асырап жататын қыздар ғой, бала шағасына қарап ше. Сосын мынандай бар ғой, андай қыздар бар. Оған қарсымын да, там тамақ істеп жатырмын, үй жинап жатырмын, оның бәрі ақша, бала шаға қарап жатырмын деген, оған мен келіспеймін былай. Я, конечно, если муж там помогает или деньгами дает, хорошо, но оның міндеті соны дұрыс емес, өйткені біз қазақтың әйелі болғаннан кейін ол бәрібір солай десең өзіңде тұрасың, иә, өзің отбасың үшін істеп десең, не знаю, то есть
опять же чересчур емес та енді беріліп кетіп ше не дейді кірленсе кір болып тұра берсін кейін жинайсың ғой сосын балаға обал болды деп айтады ғой ажырасқан кезде. Бірақ психологияда мындай бар. Мен 15 жылдай ма сол ажырасқаннан кейін өзім білем психология саласында сол кезде оған балаларға бақытты ата-ана моделі керек. Сонда олар өздері де кейін бақытты отбасын құрады. Не возненавидят девушки парней, парни девушек. А если ата-анасы балаларға бала туып тұрса, онда олар да солай ойлайды. Значит, осылай семья деген осы бақытсыз болса да тұра беру деп ше. Ол дұрыс емес. Менің бір коллегам болған, с мужем не спят они, ради детей живут. Это же тупизм. Еркектер бар, кстати. Военный еркектер ажыраспайды. Өйткені оларға ақша береді ғой семьяға, баласы әйеліне. Ана өзінің әйелін босатпайды, бірге тұрады да. Ол жұмысқа кетіп қалады, командировкаға кетеді, изменяет, гуляет, сосын әйел екінші рет күйеуге шыққызбайды. Кім после этого это мужчина? Что еще? Или разводится, как Айхан Тюльберген. Не разрешают замуж выходить. А то мен рұқсатымсыз шықпайды деп ше. Құқы жоқ та сонда әйелінше. Тағы немене? Өтірікте өмір сүру керек па сонда? Ужас қой ол. Өзіңді өзің алдама дейді ғой, дұрыс па? А балалар ақымақ емес, олар бізден ақылды. Сосын олар то, что не хотят, они не делают. Вот им скажи, вот у меня ученик есть, с этой комнаты, посмотри, мама дома есть или нет в кабинете, в комнате. Нет, я хочу смотреть телевизор, не буду смотреть. Вот. Или почему ты это сделал, потому что бұл түсіндірмейді. Ол біз ғой 80, 90, 90, 2000-ға дейін туылғандар ғой, олар түсіндіріп береді неге екен. 2000 ары қарай түсіндірмейді. Хоть убейся. А біз өзіміз қалауымыз болмаған ғой. Өзімнің жеке өмірім ютубта бар. Қазір бұны да құдай қаласа саламын. Соны көрсеңіз де болады. Явный жаңағы не дәлел. Сосын көп еркектер алимент төлемейді, баланы туғызады да. Бірақ енді возненавидеть еткен әйелдер бар да. Бірақ по идее әйел өз үшін туады дейді, асырай алатынды. Бірақ бүйтіп қарасаң өз үшін тумайды ғой, отбасын құрам, сақтап қалам, отбасы болсақ деп туады ғой ше. Сосын әйелдерге дұрыс емес в том плане, что он же тебе подарил ребенка, да? И быть благодарным. Но когда ты разводишься, трудно. Уақыт керек та оған. Сосын әсіресе оңтүстіктің жігіттері бүкіл мүліктің бәрін ата-анасына ма, туысқандарына аударып тастайды. Өзінде дым жоқ, ең аз алиментті не алады. Сонымен, короче. Қашады жауапкершіліктен. Қыздың орны үйде, қоғамда өмір бойы. Қыздың орны бізде өте төмен деңгейде. Так, енді келесі статистика керек па, бақытты отбасы керек па деп жазып қойыппын. Шынымен ғой, не болды статистика? Қазір айтпағанда кейін айтамыз ба, қашан айтамыз? Сосын статистика не керек бар, если семьи несчастливые, женщина плачет. Что еще? Қашан статистика қарап қалдық. Продукттың бәрі қымбат, айлық аз. Көбісінің үйіміз жоқ,
жұмысты әрең табамыз. Әйтеуір әрең дегенде жұмыс бәріміз, статистика не керек бар? Аты бар просто. Аты ашаршылық самал ғой. Құдай сақтасын, енді өйтіп кешкісін ала кешкісін өйтеді ғана. Мир идет к добру, да? Даже если через разрушение. Но сегодня со мной не согласилась моя коллега. Говорит, почему вы так думаете? Это вы думаете, живете, может, в розовых очках? Я говорю, нет. Просто қиын жолмен жақсыға баратырмыз, да. И көп жылдардағы өтіріктің аузы ашылды, сондықтан жақсы болды ғой. Қаншама ай үндемей осы үндер шықты, осы Мөлдір Мұқанованың арқасында. Она придала им сил, чтобы сказать и решиться на развод, если вот все плохо реально. То есть терпениенде шегі бар ғой, дейді, шыдамның шегі бар, әйел біз өте шыдамдымыз ғой, бірақ бәрінің шегі бар, да. Сосын уже айтпесең ауырасың да өлесің, болды. Жаман ауру да содан болады ғой, бәрін іште сақтаған кейін. Ұят болады. Немене ұят болады? Айту керек. Осы танымал адамдар айтпаса, қарапайым адамдар қалай айтады? Дұрыс болды шыққан. Күшті болды. Әйел айтмай міндет түсіну бар, жаңағы істеген нәрсесін бәрі үйде, бірақ отбасы үшін істейді, бірақ ал еркек соның азына не тұрмайды да, істемейді, көмектеспейді. Ақша тауып неғылса қыдырып кетеді, басқа бір әйел тауып алады. Сол үшін пиар болса да, пиар емес болса да, мен мынандай да, менде мысалы ер азамат сені ұнатпай тұрса, сен сезесің ғой. Біреу ұнатпай тұрса, жаңағы жұмыстарға, 14 жыл бойы шыдау былай қалай деймін да, жақсы көремін, жібере алмаймын деп ше, қалай сені 5 бала енді ше. Бірақ Динара Сатжан мысалы, 5 баласы бар күйеуді алып алды. Баян Есентаева тоже самое. Тағы да кім бар? Бұрынғы жұмыстарда бір әйелдер болатын, күйеулер қайтыс болып кеткен, 5 бала шағасы. Әйел байғұс бір өзі қалған. Зеркальный, да, мысалы, танымал тұлғалар біреу алып кеткен күйеуін, біреуін тастап кеткен күйеуі. И вот реально андай болды да, диссонанс ба, резонанс. И этот қалай екен ренжіген әйелдің күйі ше. Дос еді ғой, Мөлдір Мұқанова мен Динара Сатжан, білмеймін, қазір дос па, дос емес па. Бірақ еркек за энергией жейді. Көп әйелдер өзін тастап кетеді, бала шағаны қарап сөйтіп кетеді да. Қайтейін, еркек жоқ қой үйде, азынан кішкене жұмыста үйде жоқ. Бірдеңені айтсаң, көмектеспейді саған, сөйсің де өзің бәрін істей бересің. А в итоге ол сені тастап кетеді, и ты остаешься одна. Поэтому маған ұнайтын Бейбіт Әлібеков балаларына қалай қарайды, күшті. Больницаға жатады, біздің еркектер больницаға жатпақ түгілі. Бір пиала екінші орынға қоймайды ғой. Фитнеске барады, жаңағы адвокат мырза. Өзі әйелдер өйтіреді, депутат мырза. Абзал Құспан, Дуай Жонстон заңдастырайық деген. Өзі гуляйды, мен өзім свидетелім, кіммен и когда. Әйелін тұрдан үйде шықпайды. Макияж жоқ, шаш жоқ, басында орамал. А ол гуляйды, мысалы. Жоқ, қалайтын, танымал жерде жүр, қыдырады деген ғой. Бірақ реально мен айта аламын. Енді доказать не могу, бірақ көргім. Сосын тағы немене? Еркектер фитнеске барады, киімдерін киеді, фигураларын сақтайды, әйелдер байғұс үйде отырады.
Біз еще кінәліміз. Күйеулер ревновать етеді, ұрады, төбелейді, жұмыс істеткізбейді. Көп күйеулер әйелінің ақшасын да алып қояды, карточкасын алып қояды. Менің құрбым бар, танысым, карточкасын беріп қойған күйеуіне. Айлығын аламайды, өзін, она не распоряжается своими деньгами. Ужас какой-то. Че еще? Бір подружкам бар, көп балалы, күйеу дуал құрған басын, сотрясение мозга. Не развелась, потому что я, потому что дети. И этот табыс. Люблю дейді. Есть кто терпит? Что еще там? Какие семьи есть еще? Вахтада істейтіндер стопудово изменяют. И женщины, и мужчины. Тағы неме еді? Забыть человека, тем более мужа, нужно 2 года, как минимум. Вот у мен сондай 1,5 жыл кетті, да? А ол 15 жыл бойы қалай, 14 жыл ма? Ол енді қалай ол терапиядан шығады, не знаю я. Кинода ештеңе көмектеспейді. Игорь Ким көмектеседі оған. Игорь Ким күшті көмектеседі. Сосын адамда желание болу керек, измениться, открыться, принять, простить. Вот, может, очистит, реклама емес бұл. Станет легче. Может, не с первого раза, может, несколько раз бауыр. Ты бірнеше жыл. Бірақ быстрее будет, чем вот другому психологу, который вот за час 20 тысяч берет. Игорь Ким қымбат, бірақ ол 1 сағаттың ішінде бәрін шығарып береді. Сосын жеке қабылдауына бару керек. Любой адамға, даже сау адамға ше. Стопудово бір мәселе бар адамда. Сондықтан не жылап, бала шағасын бүйтіп жинап ше, керек емес вообще. Камераға жылатып ол балдарды ше. Мира берген ба, психолог, блогер, педагог па, сол айтады да, мен жаңағыдай не, балалары мықты олардың, зато Тұрсынбекті құрметтеймін дейді да. Тұрсынбек құрметтейтін мен тұлға ретінде келсем, мен де, бірақ Мөлдір Мұханованы аяймын да, ажырасқан әйел ретінде ше. Сосын ғой осының бәрі осы видео ше, негізі. Андай не. Я за Мөлдір, короче. Она молодец, что вы так сказала. Вот то, что есть не все такие сильные. Вот я не такие сильные, как я, да? Что это самое? Как она. Как есть жайып салды. Кім еді? Анау юмормен жеткізетін. Как ее звали? Әйелін атын ұмытып қалып тұрмын. Шолпан ханым. Вот. Как есть жайып салды, реально. Отбасылы еркекке жоламау керек деп бір комментарий жазды да. Еркекке жаңағы женатыйға ше, оған энергия керек. Жас қыздың энергиясы керек. А жас қызға оның ақшасы керек. Отбасылы еркекке жоламау болған кезде незамужний қыздар көп қой. Иә, жас қыздар. Бәріне ақша жетпейді. Көбінесе сөйтеді олар сондай не спонсор іздейді. Менде өзім танысым бар. Неше түрлі историялар естігем. Минимум 200 мыңнан басталады. Миллиондап сындырады жас қыздар. Реально говорю. Им пофиг, что там. Психологияда этот еркек гуляет не чтобы развестись дейді. Он просто поиграть на время, короче.
бірақ ажырасам деп не қылмайды. А әйел изменять етсе, ол ажырасам деп изменять еткен, потому что ол уже шыдамайды да тойған күйеуіне ше, әрекетсіздігіне, қарамағанына, может быть, должное внимание жасамай, может быть, соған махаббат бермегеніне сөйтеді да, сондай екен. Бәрі честный емес та, просто қыздар ше. Біз шығар ол жаңағыдай ойбай тимеу керек, жаңағы отбасылы ғой деп ше. Тағы бір история білемін. Үлкен әйелі ажырасқан екі баласымен, бір қызметтегі еркекті қаратып алған ғой, қаратпаған, просто танысқан. Сөйтсе ана еркек бақытсыз екен да өз отбасында. Сонымен ажырасып екеуі үйленеді, короче, сонымен бірге тұрып отыр қазір. Кейде екі жақ бақытсыз болады да, сөйтіп неден екі бақытсыз бақытты болады да. Бәрі не просто так. Біреулер кешіріп жатады изменаны. Ең жаманы енді екі әйелдік болу ғой енді. То, что ты знаешь, что есть еще кто-то, да. Я, например, категорично, то есть абсолютно против двоеженства. Даже бір жігітпен кездесем, екіншімен кездеспеймін. Қызды байға тиі деп жаңа итермелейді үйдегілер ше, соны қою керек. Үйге сыйғызбайды, сосын ол жаманға ұрынады да қыз. Ажырасып келсе тағы да итереді, сосын бір ол тағы да жаңағыдай не. Көбісі анау дәстүр деген кино сияқты суицид болады. Сол дәстүрде ойбай көрген кезде 2 жыл бұрын ба 2 ай жүргенмін, атқа кетіп реально ғой, 10 миллионға сатып жүрді мен ата-анам деген. Сондай болады көбінесе. Мен 100 мыңға сатып жүрді ғой. Ой, сколько ты стоишь? 100 тысяч тенге. В 2008 году это. Тогда доллар был когда? 150 тенге, да? Вообще этот не следила за долларом. Просто сейчас. А сейчас сколько? 3 миллиона, да? За қыздардың артына. И жетісайға тимендір қыздар. Там вообще құл боласыздар. Че еще? Бірақ он солтүстікте тұрып көресің да, салыстырасың ғой. Оңтүстіктің олары мындай үй не дейді да, басқа региондар андай қыдырып қалу, жүріп қалу, сондай за счет қыздың ше. Бәрі емес, бірақ просто много. И қыз сияқты да еркектер. А оңтүстікте кішкене қаттырақ та. Бірақ оңтүстікте сені ұрып жіберуі мүмкін да. Ұрады да, сен өлесің или инвалид болып қаласың болды. Сосын что еще? Ты не должна работать, деньги твои не твои, карточка не твоя. Он может не работать, ты должна его содержать. При этом ты должна рожать, да? Еще жылама ұят болады дейді. Одан да ауырып қал, қайтыс болып кет, бірақ көз жетпеді дейді. Эмоцияның бәрін психологияда шығару керек. Айқайлап, күліп шығатын эмоция бар. Өйткені кезінде күлмегесін да, запрещен. Жылап шығатын эмоция бар, айқайлайтын бар. Караоке айту керек, өлең айту керек, эмоция шығады. Сосын что еще? Қағазға жазып эмоция шығаруға болады. Тауға барбай айқайлап, бірақ шығару керек. Чем больше ты это самое, бастысы Мөлдір ханымның денсаулығы болсын деп тілеймін мен. Өйткені ананың бәрін іште сақтау 14 жыл бойы. Тұрсынбек мырза басына шықты ғой, бірдеңе. Сол не хорошо еще он оклемался, да? Аллаға шүкір, конечно, ешкімге жаман тілемейсің ғой, бірақ не каждому так удается. Это деньги, да? Это хорошие врачи. Потом Құдай саған қанша ғұмыр берді білмейсің. Сондықтан ақшаға бәрі енді.
А если бы это, да, құдай сақтасын, 5 бала шыға. Ну, балалар 9-дан кейін уже не нуждаются в родителях дейді еще, білесіз ба? Соны естігем. Просто бағдар беріп тұрады екен да ата-ана, а так керек емес екен. Уже есейген екен. И қаншалықты балаға сен уже үлкенсің деп айтса, олар өзі біледі. Соншалықты ол ерте есейеді. Пікірін сұрап, санасып, тек қана жақсы айту керек балаға. Сен күштісің деп ше, бәрі қолынан келеді. Что еще? Сейчас. И последнее, то, что я написала, не все дамы сильные, да? Да, вот, не все дамы сильные. Есть и истории, где мужчина пострадал, да? Но мен енді еркекке дым болмайды ше. Жек көремін андай қыз сияқты еркектер. Еркек деген тұрады, істеу керек. Әйелдер істеп жатыр ма? Еркек істей алады ғой. Ал әйелдер реально айтады сама. Неғып мужикообразный болып кеттің десе, вот содан ғой. Поэтому вот. Бәрін айттым деп ойлаймын. Коуч почему появился? Психологи. Потому что миру плохо, женщине плохо. Олар бәрі керемет деп айта алмаймын, бәрінде документтер бар, там профессиональный деп ше, бірақ ана Игорь Ким бар, оның рекламасы болып кетті бірді. Бірақ Игорь Ким бар, реально профессионал, кәсіби маман, иә? Ерекше, шетелдерде жұмыс істеген. Вот соған айта аламын, кепілдік бере аламын. Бірақ енді беріліп кетпей кез келген адамға. Квазистоянияға тұрдым мен, иә, шегеге тұрдым, 2 рет тұрдым. Ол андай жанның ауырғанын шығарады, жылайсың. Тұру өте қиын. Даже сен салмағың кішкентай болса да, өзіңе бір тонна сияқты көрінесің. Сонымен бәрі шығады. Ол жерде без ожиданий өмір сүруге шықты. Көп күтесің дейді маған. Бірінші кезек тұрған кезде сөзбен өзіңді өлтіріп тастағасын деп шықты. Жерге теңеп, уже өлдім деп, сосын ешқандай арман орындалмайды деп. Адам ағаш сияқты тамыры терең болу керек та. Сол кезде жүзеге асады барлығы да ше. Бірақ оған сосын адамда тыл болу керек, арқа сүйер отбасы болу керек өзінің, сосын арқа сүйер жұмысы болу керек, иә? Сол екі. Сосын қазақтың еркектері қазақтың әйелдерін төмендетуге призывать. Әйел үндемеу керек, өзінің ойын айтпау керек, коучқа бармау керек, психологқа бармау керек. Обязательно жынды болғаннан кейін бармайды оған. Жан ауырғаннан кейін, жанды емдейтін ғылым. Ержан Мырзабаев деген психолог мырза бар. Керемет мырза тоже. Өзінің ісінің маманы, отбасына жан ашып неғып атқан. Тағы кім бар бізде? Роза ханым бар, иә, Ашырбаева. Ол да коуч, жаңағыдай. Ол көбінесе жаңағы әйелдерді былай сыйлап, құрметтеп, сол өздерін жоғары санауға неғылады. Оныкі да имеет место, дұрыс па? Қаншама оңды пікірлер, қаншама қызларды бүйтіп неғылады, көтереді. Самооценканы түсірмеуге. Бізде қазақтың еркектер қазақтың әйелдерін түсіруге әйтеуір только өздеріне аса это самое. Можно же вместе развиваться. И женщина, и мужчина. И как бы ауруын жасырған өледі деген бар ғой, солай реально. Зачем скрывать? Правда же, правду не скроешь. Это все для чего? Это для будущих нашего поколения, да? Может, мы не застанем такое доброе время, да? Справедливое в отношении семьи.
где никто не разводится, да? А будущее поколение застанет, иә, сол нені. Бәрі солар үшін. Сосын жастар бар ғой қазір ерте үйленіп жатқандар. Иә, таңғаласың, қандай күшті махаббат деп ше. Предложение жасап, на всеобщее обозрение в Инстаграме, да, как классно, любовь есть, да, у них. Есть такие, а есть вот те, вот, которые молчали, вот теперь не үшін барамыз коуч психологқа? Потому что плохо, хотим сохранить семью, хотим вот барынша этот не то, что же жаңағы не жаловаться, а попытаться решить, можно ли сохранить, может я не права деп қараймыз ба бірінші. Сосын жоқ, сен адвокатысың, ана жақ не права, сөйлесіп көр, бірге психологқа барыңдар. Еркектер бармайды психологқа, кстати, ол ниже его этот достоинство. Что еще? Көп измена, а ведь бар измена жасап кететін еркектер бар ғой. Әйел байғұс үндемей, білмей, білсе де үндемей. Үйге ақша бермейді, тамаққа ақша бермейді, сыйлық жасамайды, іс жаққа апармайды, жібермейді, сонда ғой. Или годами не развивается. Есть у меня коллега женщина, депрессия ауырып жатыр, қазір білмеймін жазылды ма жоқ па. Күйеуісі бұрынғы неде, әйелі қазір мысалы ауырып жатыр, оған қарамайды, оған ақша көбірек табам демейді, өзі қалай баняға барады, қалай ішеді, сол күйі жүр. Мысалы, бір досым бар, танысым, әйелі сатылған көйлек ұнамаса басқасын алып келу керек, прическа ұнамаса тойға басқасын істеп келу керек. Ужас. Тағандай күйеулер бар еді. Ревнивый, қызғаншақ. Бір подружкам күйеуі болатын, бүйтіп онымен бірге отыруға болмайды, ол бірге всегда жүретін. Танысқан кезден еще ол ажырасқан, Ташкенттің қазағы, олар ужас болады. Сөйтіп үйленгеннен кейін 2 бала шағасы бар. Қыз бизнес-леди. Ол вахтада істеді, сөйтіп вахтада жаңағы басқа біреу тауып алып, мен айттым соған, әй шығарып ал, басқа біреу тауып ал, ажырасып кетті. Сосын оның алдында Астанаға келген кезде біз кафеге отырамаймыз, өйткені ол видеомен былай тұрады да, біз осылай отырамыз. 15 минут тамақ жеуге болмайды. Ужас ревнивый онша. Ревнивый еркек ол өзіне сенімсіз еркек та. А то, что он не уверен в себе, ты виновата. Әйелге болса да, еркекке болса да ажырасу қиын. Ажыраспақ түгіл просто қарым-қатынас жасау, отношения дейді ғой, кездесу. Это тоже трудно. И каждый раз ты надеешься, что он не такой или она не такая. И ты как его, өз-өзіңді қамшылап, сеніп тағы не қыласың да. Все-таки бәрібір страх болады, бірақ а вдруг бақытты боласың? И бақытты боласың, может быть. Не может бақытты болмайсың. Тағы да ана ешь молись люби деген кино бар ғой, сол кезде айтады, снова сердце разобьется дейді. Да, бірақ қайтадан жүрек жазылады. Біз сосын еркектерді бір саты қойған халықпыз, қазақтар. Оны тоқтатпаймыз да, еркек жұмыс істесе де, істемесе де сыйлаймыз, измена жасаса да, жасамаса да сыйлаймыз, дым білмегендей. Іс жаққа апармаса да сыйлаймыз.
Біреулер ұрып жатса да сыйлай тұра береді, иә, көгертіп. Өз басым мысалы үлкен азаматтар, аталар болады ғой, соларды қатты сыйлаймын. Өйткені азайып барады ғой. Сосын одан емес, просто солай тәрбиелеген ғой. Әйелдер көпшілік кететініміз ол да рас, бірақ коучтар ажырасқанға кінәлі деген ол дұрыс емес. Ажырасқанға еркектер кінәлі, которые не сепарированы от мамы, слушаются маму, деньги дают маме. Потом что? Женщина, ее можно поменять. Что еще? Шетелдерге шығып жатқан кезде сосын қазақ еркектері ренжисіздер да. Шетелге не үшін шығады? Шетелдің еркектері қызды алқанда алып жүреді ғой, бәрі жасап. Сол үшін шығады. А бізде минимальныйға неміз шамасы жоқ. Мысалы мен өзге ұлтты жақсы көрмеймін. То есть шыққым келмейді, өйткені маған қазақ тілінде сөйлеу керек ер азамат. Балалар қазақша сөйлеу үшін да болашақта болып жатса. Сол үшін үйге келген кезде қазақша сөйлеме деген кез болған менде. Бір досым болған еді да. Мен айтамын, нифига себе, мен қалай қазақша сөйлемеймін. Жоқ деп. Ағылшындарға шығып жатқандар бар, шетелдерге. Тоже не понимаю. Қуып кететіндер бар, ана мен жаңағы шетелдің азаматымын, мен қазақ емеспін дегенше. Қалайсың? Сен балаң 50% қазақ, 50% шетел американдық. Здравый смысл, да, просто. Да, ты можешь жить, хочешь жить там за рубежом, но корни же казашки. Чисто мое субъективное мнение, да? Надеюсь, получится удачно выложить это видео. У меня прям триггер сегодня был, поэтому я даже хотела уснуть, но не могла. Айтайын деп шештім, да? Может, никому не керек емес. Маған керек, айтамын дедім, айтамын. Әлеуметтік желі сол үшін істелген деп ойлаймын. Құдайға шүкір, сондай бір мүмкіндік бар екен, айтайық. Барлық қыздар бақытты болсын, еркектер ренжітпесін қазақ қыздарын. Қазақ қызына жетпейді ешқандай қыздар. Нацист, ұлтшыл емеспін, діншіл емеспін, просто қыздарға жаным ашиды. Еркектерді сыйлаймын, бәрі жаман деп айтпаймын, бірақ трезвый қарап, реально причина в чем қарау керек. Полицияға барсаң, әйелдің сөзін сөйлейтін еркек жоқ. Полиция еркектің сөзін сөйлейді, соны қою керек, қызды тыңдау керек. Жақсы адвокат тапса, жақсы адвокат таппаса, қыздың тағдыры мүшкіл. Изнасилование жасаған кезде ше, қалай қызға ұят, мысалы, аборт істегенде қыз қалай не алады. Мәпелеп былай еркек өзінің қызын жақсы көреді ғой, который родную дочку ше, сол сияқты барлық қыздарды бүйтіп балақанды ұстау керек. Жаман болмайды. И если она сделала тебе больно, это не значит, что все такие. Просто так случилось, уроки жизни. Да? Нет ни плохих, ни хороших, просто уроки жизни. То есть сен осындай зеркало, твое зеркало айнаң, да? Еркектерде бар жаман, бірақ ол үшін еркек бәрі жаман деп айтамыз. Просто еркектер бізде полиция, қорғандар әйелді қорғаса мейлінше деп тілейміз, да? Сыйласа, мамсик болмай дей ма?
Ал еркек болса деген тілек. Я не против, я за справедливость, за честность, за адекватность. Пусть все будут счастливы. Развод это не значит, что плохо. Иногда развод это заново построить семью уже в новом ключе, счастливым, да? А иногда развод это путь чтобы встретить другого человека, быть счастливым и детям показать счастливую модель родителей, при этом общаться дружно. Но не быть несчастным в семье, где ты не любишь этого человека, не хочешь его сексуально и вообще это сам. Потому что өзгеретін болса адам өзгереді, а өзгермейді. Меняется только размер одежды. Дейді бір кинода. Сол сияқты реально. Давайте.